Ассаламуғалейкум, арабтың амандасу сөзі ма? Осылай амандасу арабтың амандасу сөзі емес, өйткені арабтар исламға дейін собахыл хайр әслим, яғни амансыз ба, қайырлы таң деген секілді амандасу сөздерін қолданған. Ал ассаламуғалейкум ислам діні келгеннен кейін қандай ұлт болмасын мұсылмандардың амандасу сөзіне айналған. Ал енді мұсылмандар өздерінің ұлттарына сай, дәстүрлеріне сай әртүрлі амандасу сөздерін қолдана алады, оған ешқандай шариғат бойынша тыйым жоқ. Бірақ соңғы кезде кейбір топтар шығып, ассаламуғалейкум, бұл араб құлдардың сөзі, сендер бұлай амандаспаңдар деп тыйым салып жатыр. Ал енді бұл сөзді қай мақсатта айтылады, кімдер айтып жүр? Бұл сөзді исламофобтар мұсылмандарды өзінің дінінен, ислам дінінен тыю үшін айтып жатқанын түсінуіміз керек. Өйткені әлмисақтан бері мұсылманбыз деген ата-бабамыз әртүрлі амандасу сөздерін, мал-жан аман ба, амансыңдар ма, армысың, ассаламуғалейкум деген секілді мұсылмандық амандасуды да қолданып келген. Сондықтан біз арандатушылардың сөзіне алданып қалмай, өзіміздің ата-бабамыз қолданып келген ассаламуғалейкум сөзінен арланбай, кең қолданыста қолдана беруіміз жөн болады. Бұл мұсылманшылығымыздың, қазақылығымыздың белгісі болып есептелінеді. Алла Тағала елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін.